Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен арома саше жасайтын боламыз. Яғни бұны лентаға байлап, машинаға, үйге, сондай жерге іліп қоюға арналған біздің арома сашеміз. Осындай молд болады бізде. Міне қараңыздар. Осыған құйып көрсететін боламыз. Бізге керекті құрал жабдықтарымыз осындай молд қажет болады. Яғни для арома саше деп аласыздар. Және де осындай глиттер, болмаса осындай жалтырақ қажет болады. Сухоцветі болсын, білмеймін қандай да бір кепкен гүл болсын жасауға болады бұған. Просто дәл қазір менде ондай ештеңке жоқ. Маған осылар жеткілікті. Және де біз бұған қолданамыз осындай кокосовый воскты көріңіздер. Формалды кокосовый воскты қолданамыз. Енді мынаған қанша грамм кететінін біз нақты білмейміз ғой. Енді көз мөлшермен есептеп жасап көреміз қазір. Екеуіне құйсақ бізге жеткілікті. Где-то бір 100 грамм алатын шығармыз. Бізге весы қажет болады. Весымызды нөлге қоямыз. Және де кокосовый воскымызды қосатын боламыз. Где-то бір 100 граммен жасап көреміз. Бізде 71. Осының өзі жетіп қалуы мүмкін. Где-то 80 грамм. Осы 82 граммен жасап көреміз. Енді бұны ертеміз қазір біз. Қараңыздар, мен воскты ерітіп алып келдім. Қазір енді осыған иіс қосатын боламыз. Неролы и белый жасмин деген иісті қосамыз. Жақсылап араластырасыздар. Енді осыны формамызға құятын боламыз. Бізде осыған жетті, міне көріп тұрғандарыңыздай 80 грамм бізде төртеуіне даже 80 грамм мұны бізде бесеуіне жетті даже. Көріп тұрғандарыңыздай 5 неге жетті. Енді жалтырақ тастаймыз бір-екеуіне. Сухоцветі болса беттеріне қойсаңыздар күшті болушы еді. Менде сухоцветі болмай тұр. Сіздер қойыңыздар, әдемі болады. Сухоцветі қойсаңыздар. Жалтырағымызды аламыз да. Осылайынан қоямыз. И мынаған. Вот, где-то бір 40 минут немесе 1 сағат осылай тұру қажет. Қараңыздар, міне бізде кеуіп бастаған, уже жаймендеп алсаңыздар болады. Формамыздан жаймендеп шешіп аласыздар. Вот, міне қараңыздар. Осылайынан болады.
мына жеріне бір лента ма жіпі байлап иіс қып іліп қойсаңыздар болады. Иісі шығып тұр. Вот, мені қараңыздар. Осылайынан шықты бізде. Осыларды жаңағы машинаға, үйге іліп қойсаңыздар болады. Бұл да өте керемет. Міне. Вот осылайынан шығады. Қайырлы күн, құрметті достар, қалайсыздар? Осы арома сашелерімізді қазір лентамен байлап көрсететін боламын. Қараңыздар, мен де осындай глиттер қолдандым ғой. Сіздер жаңағындай суха цветы болса, кепкен бір жеміс жидек болсын, гүл болсын, сондайды қолдансаңыздар болады. Менде осылар қана. Енді қараңыздар, обычный осындай лентаны аласыздар. Лентаны алып байлайсыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылайынан өткізесіздер де. Біздің міне арома жаңағы сашеміз. Машинаға ілсеңіздер болады. Кухнейдің бір жеріне ілсеңіздер де болады. Кез келген жерге ілсеңіздер өте жақсы болады. Әдемілік беріп тұрады, иіс беріп тұрады. Вот осылайынан жайменде тартып байлап қоясыздар. Мінеки біздің арома сашеміз дайын болды. Вот. Енді төртбұрыштыге көрсетейін. Осылайынан бір лента болсын, болмаса анандай тоқыма жіптер болады ғой. Сондай тоқыма жіптерді пайдалансаңыздар болады. Мынаған кіргізе алмасаңыздар, ине қолдансаңыздар болады. Вот, осылайынан жайменде байлап қоясыздар. Мінеки, біздің арома сашелеріміз дайын. Қайырлы күн, бүгін сіздермен автопарфюм жасайтын боламыз. Бізге осындай арнайы ыдыс сатылады. Осындай ыдысты аласыздар. Мінеки, осылайынан сатылады арнайы ыдыс. Осыны алып, осыған жасайсыздар. Мінеки, бізге осындай пипетка қажет болады. Пипетканың көмегімен осындай міне база қажет болады. Осындай мына жерге жазылып тұрмын. Автопарфюм ароматический маслом деп тұр. Осы базамен мынау кокос и лайм деген иіс бар бізде. Кокос и лайм деген иіс бар. Осыны біз қолданатын боламыз. Осы иісті қолданатын боламыз. Енді бізде қазір жасаймыз. Жасағаннан кейін иіс бермесін, ары қарай сатам десеңіздер, осылай бекітіп қоясыздар. Ал сразу машинаға ілем десеңіздер, бұны ашып, сосын барып қақпағын жабасыздар. Сонда иіс беріп тұрады. Где-то қараңыздар, осы жерге дейін толтырмаймыз. Где-то осы жерге дейін жасаймыз. Базамызды аламыз. Пипетка қажет болады. Бізге міндетті түрде пипетка қажет.
қараңыздар, бізде міне осы жерден тұр. Енді иіс қосамыз. Көз мөлшермен жасай бересіздер. Осы иіс жетеді. Енді жақсылап шайқаймыз. Бізде база мен иіс көрдіңіздер ме? Бір-бірімен реакция жүріп жатыр. Жақсылап шайқаймыз. Міне уже алмасты бір-бірімен. Жақсылап шайқап, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін уже біздің авто парфюміміз дайын болады. Осылайынан крышкасын жауып қоясыздар. Міне. Уже бізде міне авто парфюміміз дайын болды. Осылайынан машинаға іліп қоясыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Вот. Сіздермен үйге қоятын осындай арома диффузор жасайтын боламыз. Бізге керекті құрал-жабдықтарымыз осындай арнайы ыдыс, яғни осылайынан крышкасы жабылып, таяқшасымен бірге осылайынан тұрады. Енді бұның иісін тоқтату үшін қараңыз, осындай крышкасы болады, соны жауып қойсаңыздар болады. Енді бізге керекті осындай арнайы ыдысымыз, осындай таяқшалар өзі арнайы сатады. Және де осындай отдушка қажет болады, иіс, және де қараңыздар осындай база қажет болады. Ең главный бізге қажетті осы база для аромадиффузора дейді, автопарфюма дейді, көрдіңіздер. Осындай қажет болады. Бұл бізде 100 грамм. Осындай және пипетка қажет болады. Пипеткамен алу арқылы біз құятын боламыз. Енді қараңыздар, ыдысымыз құрғақ болу қажет. Енді қараңыздар, база мен адушканы араластырамыз. База бізде 75% болу керек, мынау 25% болу керек. Біз қараңыздар, яғни көз мөлшермен қараңыздар, соединение MMB 75, ароматический маслом 25 деп тұр. Сонда общий 100 болады ғой. Енді біз көз мөлшермен есептеп құятын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ бізде. Міне бізде осындай болады. Пипетканың көмегімен алып, ыдысымызға құямыз. Осылайынан құясыздар. Вот, мінеки осылайынан құясыздар. Менде 100 граммдық, менде 50 граммдық ыдыс. Қараңыздар, где-то мына көз мөлшермен мына жерде тұр ғой, чуть-чуть осы жерге шейін не қылып, сосын барып иісті қосатын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, көз мөлшермен жасай бересіздер. Вот. Қараңыздар, міне бізде мына жерге шейін құйылды ортаңғы сызықпен. Енді біз бұған иіс қосатын боламыз. Базамызды жауып қоямыз. Иісті тоже пипетканың көмегімен қосатын боламыз. Где-то осындай жетеді бізге. Кішкене чуть-чуть аламыз. Осылай тура видеодағыдай көз мөлшермен жасай беріңіздер, тура шығады. Вот, енді қақпағын жауып, жақсылап араластырасыздар. Қараңыздар, мынау екеуі бір-бірімен араласып жатыр. Жақсылап араластырасыздар.
Мінекей достар, біздікі дайын болды, жар сағаттай тұрды. Бізде кокос и лаймның иісі, крышкасын ашасыздар да, мынаны осылайынан бекітіп, ішіне де осындай таяқшаны салып қоясыздар. Таяқшаны соғұрлым көп салсаңыздар, иісі көп шығады. Аз салсаңыздар, жаймен деп шығатын болады. Бізге осы 3 таяқша жетеді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің арома диффузорымыз дайын болды. Вот. Ешқандай қиындық жоқ. Иісі шығып тұрады. Вот. Сау болыңыздар.